достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің атым Камила Талғатқызы, және мен Инстаграмда 100 000 оқырмандары бар блогермін. Өзімнің YouTube каналыма соңғы кезде видео салмағыма үлкен кешірім сұраймын. Менің барлық видеом осылай басталатын сияқты. Бүгінгі видеоның тақырыбы Инстаграмда қалай блогер болу керек екен, және менің блогерлік өмірім және менің тәжірибем туралы сөйлесеміз. Мен Инстаграмда блогты 4 жыл бұрын бастаған болатынмын. Ол кезде Назарбаев университетінде оқитынмын. Ол кезде мен феминизм туралы, әйелдердің құқығы туралы және психология туралы оқығанды ұнататынмын. Сол туралы жазғанды да ұнататынмын. Блогты бастаған себебім, мен орыс тілінде онша дұрыс жаза алмайтынмын, диктанттардың бәрінен үш алатынмын. Сол үшін өзім блог жазып бастайын деп шештім. Ол кезде мен блогым 100 000 адамға көшетіні және мен блогтан табыс табатын деп ойламайтынмын да. Ол кезде тек қана маған жазу қызық болатын және адамдар оқыса екен деп қонатынмын. Ал енді адамдар менің инфопродукттарымды, менің курстарымды сатып алып жатыр және менің YouTube-ма кіріп көріп жатыр. Мен соны сізге де үйретем және өзімнің тәжірибеммен бөлісемін. Менің блогым менің өміріме үлкен өзгерістер алып келді. Ең бірінші өзгеріс ол менің шет елге көшіп, шет елде өзім ақша таба алуымды блогымның арқасында болды. Әрине ол менің анамның да арқасында, өйткені менің анам блогер және ол өз бетімен бастаған болатын. Ал менің блогым анамның рекламасынан шыққан болатын. Мен ең бірінші Будапештке көшіп келген кезде, бірінші курста мен ата-анама уәде берген болатынмын. Өзім квартирама ақша табам, өзім өміріме ақша табам, сіздер маған ешнәрсе бермей қойсаңыздар болады деп. Сол үшін мен блогты бастадым да ағылшын тілін үйрете бастадым. Ағылшын тілін мұғалім болып жүргеніме 5 жыл болды. Өзім IELTS-тан курстарды, ағылшыннан курстарды өткізетін және өзімнің клиенттерімді Инстаграмнан табатын болғанмын. Сонда Инстаграмнан клиенттер тапқанның жақсы жерлері, ең бірінші, сіз ешқандай оқу центрлеріне ақша төлемейсіз, немесе процент төлемейсіз, және бәрін өзіңіз қадағалайсыз, өзіңіз бағаны қоясыз, өзіңіз пландарды қоясыз. Әрине бұның да жағымсыз жақтары бар. Сіз өзіңіз маркетинг жасау керексіз, сату керексіз, Инстаграмда адамдар қызықтырып клиент табу мүмкіндігін жасау керексіз. Бірақ маған бұның бәрі қызық болды, және маған Инстаграм қызық, сату қызық, адамдармен сөйлесу қызық, және камераға сөйлеген маған өте қатты ұнайды. Егер сіз де сондай болсаңыз, және өзіңіздің блогыңызды бұрыннан жасағыңыз келеді, және айтатын тақырыбыңыз бар болса, бірақ ұялып жүргеніңіз, қайдан бастарын білмей жүрсеңіз, мына видео сізге. Карантин басталғаннан бері, сәуірден бері өзімнің блогымды табыс көзі және жұмыс ретінде қарайтын болдым. Ал жұмысқа не керек? Жұмысқа сіздің энергияңыз керек, ол туралы білу керексіз, квалификацияны көтеру керексіз, курстар көру керексіз, адамдармен сөйлесу керексіз, және ол бизнес қой, сол үшін бизнесқа ақша қою керексіз. Рекламаға, немесе курстарға, немесе басқа адамдармен коллаборация жасаған кезде. Сол үшін сіз Инстаграм бастардың алдында ойлану керексіз. Сіз оған өзіңіздің барлық уақытыңызды бөле аласыз ба? Ал кез келген бизнесті бастаған кезде, былай айтады ғой, бизнесті сіз күніңіздің 65% бизнесте жұмыс жасайсыз, қалған 35% сіз осы бизнес туралы ойлайсыз. Оны қалай дамыту керек екен, оны ертең не істеймін деген сияқты. Сіз ондайға дайын болсаңыз, әрине бастаңыз. Блогерліктен басқа да Инстаграмда ақша табу көздері бар. Мысалы, блогерларға менеджер болу, блогерларға визуал жасау, стористар жасау, блогерларға реклама сатып алып беру, блогерлардың посттарын жазып беру, копирайтинг, сосын маркетинг компанияда жұмыс істеу, SMM болу, сосын әртүрлі бизнестардың аккаунттарын жүргізу, суретке түсіру, видео жасау. Көрдіңіз қаншама жұмыс толып жатыр. Бұл жұмыстардың бәрі онлайн жұмыстар және фриланс жұмыстар. Фриланс деген не? Фриланс деген егер сіз деген бір компанияда таңертең 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс істейтін жұмыс істеу уақыты жоқ, сізге тек қана проекттер береді. Мысалы, 600 сөз пост жаз дейді сізге. Менің ойымша фриланста жұмыс істеу керемет. Міне пандемия кезінде одан да керемет, өткен көп жұмыстар онлайнға кетіп бара жатыр, және фриланс ол онлайн жұмыс. Екіншіге көшіп бара жатырмыз. Қазір мен блогтан не алғаным? Ол мен блог арқылы саяхаттарым. Мен сізге қазір видеоларды көрсетемін барлық. Мен осы блогымның арқасында 27, әрине блогтың арқасында емес, блогтың арқасында бір 15 қалаға барған, 15 мемлекетке барған шығармын. Бірақ 27 мемлекетте болып көрдім, соның 15-і менің блогымның арқасында. Блог бастағыңыз келсе, онда міндетті түрде сіз неге бастау керек екенін ойлану керексіз. Сіз неге бұл блогты бастап жатырсыз? Сізге табыс керек па, немесе сізге танымалдылық керек па? Сізге не керек? Сізге жай хобби ма, немесе сіз өзіңіздің қазіргі офлайн бизнесіңізді онлайнға өткізгіңіз келе ма, немесе сіз деген клиенттер тапқыңыз келе ма? Соған қарап өзіңізге мақсат қойыңыз. Мен осы сәуірде мақсат қойғаннан бері, осы карантиннан
жұмысым 180 градусқа өзгеріп кетті және табысым да 180 градусқа өзгерді. Өйткені менде психологиялық менде мақсат тұрды. Менің блогым, менің жұмысым болады, маған табыс алып келеді, маған мүмкіндіктер алып келеді деп өзім шештім. Блогта кез келген оқырмандардың санымен ақша тапса болады. Неге? Өйткені блогтың егер сізде экспертный блог болса, немесе бизнес блог болатын болса, ол жақта сіздің оқырман саныңыз маңызды емес. Ең бастысы сіздің контентіңіз, сіз адамдарға не бересіз және сіздің продуктыңыз. Достар, Instagram парақшасын қалай бастаймыз? Ең бірінші, сіз өзіңіздің тақырыбыңызды табу керексіз. Сіз не туралы жазғыңыз келеді? Сізге не қызықты? Қандай теманы сіз күнде... Ең бірінші, қандай тақырыпта сіз посттар жаза аласыз? Оннан артық пост жаза аласыз. Мүмкін ол ағылшын тілі болуы мүмкін. Мүмкін сіз қазір юрист болып жұмыс істеп жатсыз, немесе финанста жұмыс істеп жатсыз, экономист болып жұмыс істеп жатсыз. Хоббиіңіз болуы мүмкін, қызығушылығыңыз. Және осыны блогқа айналдырса болады. Ең бірінші кеңес, тақырып таңдаған кезде ойламаңыз, мен қазір тез тақырып таңдау керекпін, және бұл тақырыбым 10 жылға, 5 жылға, 3 жылға, 1 жылға менімен бірге болады. Мен сол үшін қатты ойлану керекпін, мен ол тақырыпты өзгерте алмаймын деп. Жоқ, әрине сіз тақырыпты өзгертесіз. Немесе сізге басқа нәрсе қызықты болуы мүмкін. Адамдар жалығады, сіз бір тақырыптан жалығып кетуіңіз мүмкін. Мысалы, мен ең бірінші блогты бастаған кезде әйелдердің құқығы, феминизм туралы жазатынмын. Осы 4 жыл бұрын. Одан кейін ағылшын тілі туралы жаза бастадым. Ал шет елге көшкен кезде, Будапештке, шет елге көшу, гранттар. Ал енді мен көбінесе өзіңізді дамыту жайлы, кітап оқу жайлы, психология жайлы, блог жүргізу жайлы және ағылшынды оқу жайлы жазамын. Сонда менің де блогым тақырыптары өзгеріп жатыр, мен де онымен бірге өзгеріп жатырмын. Және бұл дұрыс. Сондықтан ойламаңыз, мен қазірдегі блогты жасап алу керекпін, одан кейін оны өзгерте алмай қаламын деп. Сіз әрине өзгертесіз, және сіздің оқырмандарыңыз ондай өзгерістерге қуанышпен қабылдайды. Неге олай қуанышпен қабылдайды? Өйткені сіздің оқырмандарыңыз сізді оқығысы келеді. Бір тақырыпты емес, сізге барғысы келеді. Ал қалай сізге барғысы келетінін көтеру керек? Ол личный бренд деп аталады. Личный бренд дегеніміз өзіңізді бренд қылдыру. Бір блог бар дейік. Ол блогта блогтың жазып отқан адамның суреттері онша жоқ. Сториста оның беті онша шықпайды. Оның өмірі, оның не істеп жүргені, қайда тұратыны, жасы, ешқандай информация онша жоқ. Бәрі тек қана экспертті туралы. Мысалы, ол ағылшын тілі туралы жазады, ағылшынша посттар жазады. Посттары керемет, бірақ артындағы адам көрінбейді. Сонда ол адамның блогының личный бренді дамымаған. Сонда ол адам блогтың тақырыбын өзгертіп тастаса, оның оқырмандары онымен бірге бармайды. Өйткені олар адамға эмоционалды қосылмаған. Сондықтан блог бастаған кезде ойланыңыз, сіз өзіңіздің өміріңізбен бөліскіңіз келе ме? Сіз өзіңіздің брендіңізді дамытқыңыз келе ме? Немесе сіз тек қана өзіңіздің бизнестің брендін дамытқыңыз келе ме? Мысалы, бір ресторан болатын болса, сән салоны болатын болса, сонда ойлану керек. Және сіз дайынсыз ба басқа адамдардың сіздің өміріңізге үңіліп көруі, сізге кей кезде хейтерлар болуы мүмкін, немесе негативті комментарийлар, негативті хаттар болуы мүмкін. Сіз сондайға дайынсыз ба? Адамдардың сіздің өміріңізді толық қарап тұруға және сізге критикалауға және сізден бір нәрсені күтуге сіз дайынсыз ба? Егер бұған дайынмын, маған қызық, мен адамдарға белгілі болғым келеді, мен өзімнің брендімді дамытқым келеді дейтін болсаңыз, онда менің осы 21 қыркүйекте басталатын онлайн блог туралы, инстаграмдағы блог туралы сабағыма қатыссаңыздар болады. Ол қазақ және орыс тілінде өтеді. Ол блогта мен таргетті қалай жүргізу керек, өзін брендті қалай жасайды, реклама қалай сатып алады, подписчиктарды қалай көбейтеді, контент қалай жасайды, сториста охватты қалай көтереді, және өзіңіздің продуктларыңызды қалай сататынын, және қандай продукттар жасау керек екенін, қандай тақырыпта сөйлесу керек екенін, нишаны табу керек екенін айтамын. Сол үшін астындағы биомен басып сатып алсаңыз болады өзіңіздің курсқа орынды. Немесе
сіз курсқа әлі дайын емеспіз десеңіз және курстың қалай болатынына кішкене тағы ақпарат білгіңіз келсе, онда чек-лист сатып алса болады. Әрине чек-листта ақпарат азырақ курстан қарағанда, бірақ бастапқы нөлден бастап жатқан көп ақша салғысы келмейтін адамдарға керемет мүмкіндік. Ең бірінші өзіңіздің тақырыбыңызды таңдадыңыз, одан кейін өзіңіздің брендіңізді дамыта бастадыңыз. Ол контент жасау немесе посттар, стористар жасау. Қазіргі кезде посттар мен стористар өте керек. Ал енді достар, әрине блог туралы айта берсе тақырып көп, бірақ қазіргі видеоны тым ұзақ қылдырып тастамайын. Сондықтан егер қызықты болатын болса, менің инстаграмыма қосылып, стористарда мен блог туралы көп айтамын, ағылшын тілі, даму туралы көп айтамын. Соны көрсеңіздер болады. Ал енді осы тақырыптың жалғасуыңыз көргіңіз келсе, онда комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Және Камила көргіміз келеді десеңіз болады. Немесе орыс тілінде, немесе ағылшын тілінде, әрине мен осы тақырыпты көтере аламын. Бүгінгі видеоны көргендеріңізге рахмет. Көп ақпаратпен бөлістім деп үміттенемін. Бастапқы ақпаратпен жақында мен осы блогты жүргізу туралы прямой эфир жасамақшымын. Сонда көрсеңіздер болады менің инстаграмдағы парақшамда. Сәттілік. Лайк басып маған жазылуды ұмытпаңыздар.